Менің ешқандай хоббиім жоқ. Айналақ адамдардың да хоббиі жоқ. Хоббиі бар санаулы адамдарға қарасаңдар да, олар да сол хоббиін кәсіпке айналдырудың қамында жүр. Біз хоббилерімізді өлтіріп алдық. Біреу сурет салып жүрме, біз оған неге суреттеріңді сатпайсың дейміз. Егер хоббиі кітап оқу болса, біз оған неге блог ашпайсың, неге танылмайсың дейміз. Ойын ойнайтын болса, неге стрим ашпайсың, ол жерде көп ақша бар дейміз. Айтпақшы, мен де осы топқа жатамын. Мектепте оқып жүрген кезде өзімнің ескі Fujifilm зум камерам бар еді. Соған күнделікті фото-видео түсіретінмін. Бір моментте хоббиім жұмысқа айналды. Бірақ оны хобби ретінде жасап жүрген кезде одан көбірек ләззат алатын едім. Хоббидің мәні оны ешқандай міндеттемесіз, өнімділікке ұмтылмай немесе материалдық қайғысыз өз еркіңмен айналыса алуда. Оның қызығы осыда. Ал хоббиді жұмысқа айналдырғанда ең басында сол хоббиді жақсы көруіңе себеп болған құндылықтарға опасыздық жасағандай боласың. Бұрын айналамызда хоббиі бар адамдарды көп кездестіретін едік. Ерекше карталарды немесе көне заттарды жинайтын, бұл ісіне аса үлкен маңыз бермей-ақ өз бетінше айналысатын адамдар болатын. Ал қазір біз толығымен показуха заманына айналдық. Хоббидің оңашалығын өлтіріп, оны басқалардың байқағанын қалайтын болдық. Осылай істеу арқылы хоббиімізден көбірек ләззат аламыз деп ойлаймыз. Бірақ ешкімге есеп бермей тек өзің үшін бір нәрсе жасаудың нағыз рахатын жоғалтып алдық. Біз хоббилерімізді өлтірдік. Өйткені өзімізді тым маңызды санағандай, хоббиімізді де тым салмақты қылып жібердік.